көңіліне тиіп кетуден қорқам негізінде. Одан кейін енді барлық қатысушылар ой пікірлерін айтып жатыр ғой, барлықтарыңыз пікірлеріңізді сыйлаймын. Енді халықта жартысы қолдап жатыр, жартысы қаралап жатыр. Қолдап жатқандарға Алла разы болсын, енді қаралап жатқандар да аман болсын. Былай ғой, сенім жоқ жерде сезім жоқ. Сенім жоқ жерде махаббат жоқ. Бұл мен не айтқым келіп отыр? Біз эфирдің алдында таныстық. Нүкте қалай екенін мен көрсетейін. Соңғы қоштасу гүлімді беруге рұқсат етіңіздер. Студияға алып келсе. Тағы беріңіз. Дихан, өтініш әжерге жайғассаңыз. Гүлбайра ішке кірсеңіз студияға. Дихан, сіз таныстықты тоқтатқыңыз келеді. Тоқтатам. Неге десеңіз, ол қазірден сенбеген адам, ол кейінде сенбейді. Мен енді қандай мінсізбін деп, мен айтқан басында маған сенші. Қыз бала жігітке сенсе, ол жігіт тауды қопарып жіберуге мүмкіндігі бар. Кез келген жігіт. Ол өйткені жігіт шынайы кеп тұр, шынайы жүрегімен кеп тұр, қалап кеп тұрғаннан кейін тауды қопаруға мүмкіндігі болады кез келген жігіттің. Бірақ сенім жоқ жерде сезім жоқ. Сенім жоқ жерде махаббат мүлде болмайды. Балсы ханым, айта кетейінші, негізі жаңағы сөзімді аяқтай кетейін деген ғой. Мына жерде айтып жатсыздар ғой, Дихан мырза өзгеріп кетті деп. Негізі бақан бассаңда балқылайды ғой. Сол сияқты мына жерде нормально жүрген жігітті, қанша қадамдар жасаған жігітті, басына қонып тұрған бақты бағаламай, мына жерде тырнақ астынан кіріздеген Гүлбайра осындай состояниеге жеткізіп отыр деп ойлаймын да. Әрине кез келген адам бекерден босқа кінәлай берсе, осылай ашуланып, осылай сөйлейді. Соның өзінде қазір өзін ұстап отыр да, және де дұрыс шешім қабылдап отыр деп ойлаймын. Өйткені Гүлбайра нағыз өзінің қандай екенін бетпердесін шешіп көрсетіп қойғаннан кейін Диханның да қызығушылығын уже қалдырып қойған. Жоқ, қандай бетперде сұрағым келеді да мен. Қандай бетперде сұрағым? Бәрі айтады, бет ашылды, бетпердеге бет ашылды дейді. Қандай бетперде? Құрметті көрермен, жарнамадан кейін Гүлбайра ішке кіре ме, жоқ па? Және нақты шешім осылай ма? Жарнамадан кейін білетін боламыз.